Сәлеметсіздер ме достар? Мен сіздерге бүгін көгілік текшесін қалай құру керек екенін үйретемін. Сіздерден кешірім сұраймын, сәл қателік болып қалды. Кеттік, басталық. Ең алдымен өздеріңізге керекті бір түсті таңдап аласыздар. Бұда 6 түрлі түс болады. Мен өзім бұның түстері сәл өшіп кеткен соң мен лактармен бояп тастадым. Енді сіз өздеріңізге керекті бір түсті таңдауға болады. Мысалы, мен ақты таңдадым. Міне ақты таңдадым. Енді ақты осы ең бірінші 4 бөлігін құрып аламыз, қасындағы 4 бөлігін құрып аламыз. Ең алдымен мына біреуін алайық. Алған уақытта асты міне бірдей болып тұру керек. 2 жасыл, 2 ақ. Сол кезде ыңғайлы болады. Сосын басқа бөліктерін жайлап құра бастаймыз. Мына аққа қарада қара болып тұр, мына төбеге көтереміз аққа. Әрқайсысын ақтың жанына қоя береміз. Міне көкпен көк. Қызылға апарамыз да, міне көтереміз. Егер көбегеруіңіз мынандай жерде тұратын болса, оны өзінің жанында азатқа апарамыз да, міне қызылмен біріктіреміз. Міне бірікті, көтереміз да, мынаусын қайтадан жайына қоямыз. Егер мынау қызылымыз басқа жақта тұрып, осылай жанында тұратын болса, оны пәске қарай түсіріп, өзінің қызылына апарамыз да, мынаны түсіреміз. Ал қарасын өзін жайына апарамыз, келесісін жайына апарамыз. Тура осылай. Біз кубик рубиктің ең алдымен плюсын құрып алдық. Енді келесі бір 4 бөлігін құратын боламыз. Егер мынау кубик рубиктің жағында тұрса, оны ең алдымен пәске түсіреміз да, басқа жаққа өріп, қайтадан жайына қоямыз. Және қызыл мен жасыл дейді. Қызыл мен жасыл, ол міне ақ, қызыл, жасыл, міне жасыл, қызыл, ақ. Ақ төбесінде, жасыл жанында, қызыл жанында тұру керек. Яғни бұлайынан тұру керек. Ең алдымен оны өзінің жанына апарамыз ғой, қойылатын жеріне, осы жеріне апарып аламыз да, келесі бір бетіне бұрып, осыны түсіріп, қоямыз да, көтереміз. Бірікті. Егер төбесінде тұр, бірақ ақ төбесінде тұрғанмен көк пен қарасы бірдей емес. Нәбеті көк болып қалған, нәбеті қара болып қалған. Міне осы. Ортасындағы түспен сәйкес келмейді. Ол үшін пәске түсіріп аламыз да, осыны қайтадан көтеріп, көк пен қараның өзіне апарамыз. Міне тұр екен өзінің жайында. Міне бұлай, бұлай, бұлай. Енді қызылды көк дейді. Міне қызыл, көк, ақ. Міне осы жерде тұру керек екен. Ол үшін келесі бір бетке бөліп, түсіріп қоямыз. Достар, ең қызығы маған ұнайтыны да сол. Мынау ақ астына түсіп қалған кезде төбеге қарай қалай көтереміз. Бұл зат біздің алдымызда тұру керек. Яғни ол үшін, қою үшін тура осы қойылмаған нәрсенің астына апарамыз, міне ақты. Соны көтереміз да, қарай бұрамыз. Осыны түсіріп, қарай бұрамыз да, қайттан түсіріп, міне көтереміз. Міне осылай түсті қоя, көтереміз да, қарай бұрып, осыны қайтарамыз да, міне қоямыз. Егер түсінбесеңіздер, видеоны артқа қайтарып, қайтадан көрулеріңізді сұраймын. Достар, бәңгілегі мен астына тұрған нәрсені төбеге көтергеннің оңай да жолы бар. Ол үшін астына апарып аламыз да, пәске қарай түсіріп, басқа жаққа қарай бұрамыз. Міне, найға әкеп аламыз. И жерге қоямыз. Міне, қойылды. Достар, біз бірінші бөлігін аяқтадық. Міне, целый бірінші бөліктері аяқталды. Қараңыздар.
төбе жағын қараңыздар, міне. Енді бұның келесі екінші бөлігін қоятын боламыз. Ең алдымен міне жасыл, қара дейді. Жасыл, егер осындайлар сарыдан бөлек болу керек, нәрсе түсте сары болмау керек. Жоқ, негізі өзіңіз қай түсті таңдайсыз, мысалы мен ақты таңдадым бәңінде, иә. Соның тура астындағы түсі болмау керек. Жасыл болса міне қараның алдына апарып, жасылдың астына апарып аламыз. Асты қара. Қараның қарама қарсы бетіне қоямыз міне. Қараның қарама қарсы бетіне қойып, және қараны түсіреміз. И сол қара жаққа бұрып мынау үшін көтереміз. И мынаны қайтадан жайына қоямыз. Тура бәрін солай жасап шығамыз. Көкке апарып алдым. Асты қызыл дейді. Қызылдың қарама қарсы бетіне қызылды түсіріп, қызылды түсірдім. И мынаны сол қызыл жаққа қарай бұрдым астын. Бір рет. Сосын мынаны енді жайына қоямын. Қалған бәрін солай жасаймыз. Достар, тағы бір қызығы бар. Егер осы жанына, егер осы бірдей емес түстер бірігіп қалса, оны былайынан түсіріп аламыз да, басқа жаққа қарай бұрып көтереміз. Қайттан мынаны жайына қоямыз. И қызылды жасыл мына жаққа түсті. Қызылдың астына апарамыз, жасылдың қарама қарсы бетіне и түсіріп, бәңгілегі қимылдарды жасайтын боламыз. Қара мен көк дейді. Жайына түсіріп аламыз бәңгілегі қимылдағыдай. И қайттан міне қараның қарама қарсы беті. Міне. Достар, назарларыңызға рахмет. Енді ертең келесі бөлімін үйрететін боламын.